Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видеода өтті қалай тез арада тазалаймыз. Өттің қызметі өттің толуы мен себеп салдары мен емі туралы болмақ. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, еңбегімді бағалап кетуіңізді сұраймын. Өтті тазалау мен емі жайлы бастап кетпестен алдын өттің себеп салдары мен оның міндеттерін айтып өтсек. Өт майлардың майда еритін дәрумендердің қорытылуына, нарықөздер мен көмірсулардың сіңуіне қажет бауыр жасушаларынан өндіріледі. Бауырдан түтіктер арқылы қуыс ағзаға өт қабына түсіп, онда жиналып өт қоры сақталады. Майлы тағамдарды тұтынған кезде өт қабының қабырғалары жиырылып, жиналған өт түтік арқылы ұлпаларға бөлініп, ас қорытуға қатысады. Өттің негізгі міндеттері тамақпен бірге келетін, өтпен өңделгеннен кейін май қышқылдары қанға еніп, бұлшық еттерді қоректенуге, жасушаларды құруға және гормондардың өндіруіне жіберілетін майларды ыдырату процесіне қатысу. Ыдыраған майлардың ішінде майда еритін дәрумендер де қатысады. А, Д, Е, К дәрумендері тек май қышқылдарымен бірге тіндерге енеді. Сонымен қатар өт ағзаға өт қышқылдарымен байланысатын және ішектерден нәжіспен бірге шығарылатын артық холестериндерді құтылуға көмектеседі. Өт қызметінің бұзылуы өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарында ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршаңқылық, әлсіздік, ұйқысыздық, тағы басқа симптомдар байқалуы мүмкін. Өт қабы өз қызметін дұрыс атқара алмаса, майда еритін дәрумендер де адам ағзасына дұрыс сіңбейді. Өт қабының ауруларының белгілері іш қату, яғни запор, немесе керісінше сұйық нәжіс, диарея, ашық түсті болады. Негізгі нәжістің түсі ашық қоңыр түсті болуы керек. Оң жақ қабырғаның асты ауырады. Ауру сезімі ауыздағы ащы және тамақтан кейінгі кекіру пайда болады. Автокөліктерде жол жүріп бара жатып жүректің айнуы. Тері құрғап, дерматит, безеулердің пайда болуы. Негізгі терінің құрғауы А дәруменінің жетіспеуінен пайда болады. А дәрумені майда еритін дәрумен. Ағзаңызға А дәрумені қанша түсіп, дәруменді ішіп қабылдасаңыз да дұрыс сіңбейді. Өйткені А дәрумені майда ериді. Өтіміз өз қызметін дұрыс атқара алмаса, майда еритін дәрумендер ерімей, дұрыс қорытылмайтын болады. Тері құрғап, әжімдер жылдам түсе бастайды. Ағзамыз ауруға шалдыға беретін болады. Жиі бас ауруы, етек кіркесінде ауырсыну пайда болады. Миома, кисталар, мастопатия ауруларының қозуы. Неге етек кіркесінде ауырады? Себебі цикл дұрыс болуына ағзада гормондар қызмет атқарады. Оның ішінде эстроген гормоны өт қызметі кезінде өт қышқылы арқылы ағзадан шығуы керек. Бірақ өттің ауруы салдарынан өт қызметі дұрыс бөлінбейтіндіктен олар ағзадан шыға алмай, бел ауруы, іштің ауруы жиі кездеседі. Жиі ашулану, агрессия, депрессия, иістерге сезімталдық, жүрек айнуы, ағзадағы йодтың жетіспеуі. Майлы тағамдарға төзбеушілік, яғни ағзамыздағы майлардың қорытылмауынан майлы тағамдар жеген кезде ауырсыну симптомдары байқала бастайды. Кешке қарай ісіну және аяқ-қолдардың ауырсынуы, гипотиреоз ағзадағы йод жетіспеушілігінен артық салмақтардың қосу, іш және бел аймақтарына май басуы байқалады. Түнгі уақытта терлеумен де көрініс бере бастайды. Өт түні бойы жұмыс жасаған кезде өт толып тұрады. Түнімен толып тұрған өт ағуы керек. Яғни өттің қызметін жақсарту үшін өт майды ыдырататын болғандықтан, таңғы асқа май жейтін болсақ, өт бөлініп бастайды. Өтте ешқандай застойлар болмайды.
ауызға май тиген кезде 12 елі ішегімізде гормон түзіледі. Ол өттің жиырылуына көмектесетін өтті өт қалташасынан итеріп шығаратын гормон. Осылайша бізде күрделі механизм іске қосылады. Ол үшін әрине ең бірінші дұрыс тамақтану керек. Таңертең ауыз күймейтіндей қайнамаған су ішуіміз қажет. Физикалық жаттығу жасау, стрессті болдырмауымыз керек. Яғни стресс кезде спазм салдарынан өт жолдарындағы өт іркілмей әрі қарай дұрыс жүрмейді. Толған кезде дәрігерлер қатаң диетаға отырғызады. Одан таңғы астан бастап майсыз ботқаларда, яғни суға піскен сұлы тағы басқа дәндерді жейді. Мұндай диет өттің жүруін бәсеңдетеді. Сондықтан да таңғы асқа құйрық май, қазының майы, қолдың майын жеп тұруға кеңес беремін. Тағы да пайдалы майлардың бірі зәйтүн майы. Зәйтүн майын таңғы аш қарынға бір ас қасық күнде ішіп тұруға болады. Ол да өттің жүруін жақсартады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетуді сұраймын. Ұнап жатса комментарий жазыңыздар. Ауырмаңыздар, ем болсын.